Сәлем достар, сіздермен бірге жастар бағдарламасы және де оның жүргізушісі бүгін мен Динара Нұрбабаева. Ал біз әрине бастаймыз. Кішкене мәлімет берсең, өзіңді таныстыра кетсең, және де не айта аласың өзің туралы? Менің жасым 14-те. Мен осы Шымкент қаласының тумасымын. Мен өзім спортқа қатысам, дзюдо спортына. Солай. Мен есімім Тұрғын Нышанәлі Еркінұлы. Қазіргі таңда 10-ші класс оқимын. Жасым 16-да. Мен атым Баян Сұлу, жасым 8-те. Менің атым Жомарт Саят. Мен 7 жасымнан бастап киноға түскім келді. Арманың қандай? Арманым осы киноға түсіп, актер болсам ба деймін. Неге, не себептен? Білмеймін, өзіме қатты ұнайды киноға түскен, осы адамдардың алдында. Киноға түскен ұнайды өзіме. Киноға түскен ұнайды. Яғни сен осы уақытқа дейін киноға түсіп көргенсің? Жоқ әлі. Ұнайтынын қайдан білесің? Ұнайтынын енді примерно білемін да. Андай сахнаға шыққанда солай. Өзіме сезінеді. Сахнаға шыққанын айтсаң, иә? Иә, сахнаға шыққан. Актер болудағы менің мақсатым ең мықты киноларға түсу, және де сол киноларды шығару, танымал артист қатарынан көріну. Мен өткені ютубтағы адамдарға қарап, соларға қызықтым. Қандай киноға түскің келеді, яғни қандай кинода қандай кейіпкерді сомдағың келеді? Мысалы, өзіме көбінесе боевиктер ұнайды. Сондай боевикте басты рөлде болғым келеді. Мен өзім бай адам сомдағым келеді. Олай болса, ең сүйікті актерің Джеки Чан? Иә. Мысалы, Тұрсынбек Қабатов. Солына сияқты әзілдер айтып. Джеки Чанның кинолары, үздік кинолар. Барлығы? Иә. Сүйікті актерім Рома. Суреттерді көрсетем. Осы суретте көрсетілген, бейнеленген эмоцияны сен айтасың, қандай эмоция екенін, және де бірден оны көрсетесің. Бізге, көрермендерімізге камераға қарап. Дайынсыз ба? Дайынмын. Иә, просто осы эмоцияны айтасың, және қайталайсың. Бұл эмоция ашулану, ашулану эмоциясы. Ашуланып өзімнің сөзіммен көрсете берейін ба? Жоқ, түрінмен. Ей! Сөзсіз, просто эмоцияны, дауыссыз. Тура осы картинкада қалай? Тура соны қайталайсың. Деп тұр ғой негізі. Бірақ ол ашулы, иә? Иә, өте ашулы болып тұр. Сен қазір өте ашулы емессің. Ашуланамыз енді. Не? Барысында. Барысында ашуланамыз? Иә, барысында. Осындай киноға түсу барысында мысалға. Уақытында. Бек, қара, негізі актер деген кез келген уақытта как по щелчку эмоцияны көрсете білу керек та. Сондықтан давай қазір көрсетші маған. Ертең кинода қалай ашу эмоцияны қалай көрсетесің? Дәл осылай, осы суреттегідей көрсете берейін ба? Иә, маған осы суретке қарап, қайталап көрсетесің. Деп осылай. Жақсы. Келесі. Таңғалу. Таңғалу. Деп. По-моему, больше похоже на первую. Аузын ашып күліп тұр. Иә, енді көрсетеміз осыны. Сен де көрсетесің. Жақсы. Бұл қорқыныш, иә? Қорқыт, иә? Қуанышты эмоциясы, иә? Қалай көрсетсем болады? Тура сурет қалай, тоқ сол істейсің. Солай ма? Иә.
Сен қуаныштысың ба әлде қорқып тұрсың ба? Қуаныштымын. Қуаныштысың ба? Иә. Жақсы ба? Мағжан Жұмабаев сүйемін өлеңі. Күлдей күңгірт көзі бар, күлдей күңгірт көзі бар, 95-тей жасы бар. Ол ешқашан олай болмас. Тәсбих санап бүгіліп, жерге қарап үңіліп, көрме, ауыр күрсінер, менің бір қарт анам бар. Сол неге екенін білмеймін, сол анамды сүйемін. Арамдылықпен айтшы. Арамдылықпен. Күлдей күңгірт көзі бар. Білесің ба? Хитрость. Хитрость сандай бүйтіп. Не істеп ба? Толықпен де кәдімгі түлкі сияқты. Күлдей күңгірт көзі бар, 95-тей жасы бар. 95-тей жасы бар. Тәсбих санап бүгіліп, жерге қарап үңіліп, менің бір қарт анам бар. Неге екенін білмеймін, сол анамды сүйемін. Қасым Аманжолов, ей тәкаппар дүние. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы. Танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Тағы жұрт деп тағы да танымассың, білмессің. Өйткені мен қазақпын, англичанин емеспін. Енді нышаналы давай осы өлең жұмағын сен жаңағыдай кинода қолық образбен шыққым келеді дедің ғой. Сондай образбен осы өлең жұмағын айтып берсең, бізге жалпы яғни арамы, қолы, эмоцияны түсіреді. Отырып айта берем бе? Тұрудың қажет жоқ. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы. Танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Тағы жұрт деп тағы да танымассың, білмессің. Өйткені мен қазақпын, англичанин емеспін. Үлкендерді сыйлаймыз, айтқан тілді тыңдаймыз, аман болсын анамыз, біз бақытты боламыз. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хатын шатасып отыр. Жоқ, хат ашып шатасып отыр. Хат ашып шатасып отыр. Енді жылдам айтамыз, иә? Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хатын шатасып отыр. Хатын? Хатын Хат ашып. Хат ашып шатасып отыр. Хатын шатасып отқан сияқты айтты ма? Жоқ. Жоқ, хат ашып шатасып отыр, иә? Енді дұрыстап, жылдам айтамыз. Хакім хат ашып отыр, хатын шатасып отыр. Ой, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Молодец. Тез айта аласың ба? Жылдам. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Ақ қақпаққа, көк қақпақ. Көк қақпаққа, ақ. Ақ қақпаққа, көк қақпақ, ақ қақпаққа, көк қақпақ, көк қақпаққа, ақ қақпақ. 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 Ақ қақпаққа, көк қақпақ, көк қақпаққа, ақ қақпақ. Айтшы. Ақ қақпаққа, көк қақпақ, Қақпақ емес, қақпақ. қақпақ. Ақ қақпаққа, көк қақпақ, көк қақпаққа, ақ қақпақ. Ой, қателесіп қала бердім ғой. Доп деп, дөп деп. Доп деп, доп деп. Сүрінген ба? Сүрінген ба? Сүрінген, сүрінген ба? Сүрінген. Басында сүрінген бе? Сүрінген, Сүрінген, сүрінген ба? Сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сүрінген бе? Мен саған қазір сен ойнауды бастайсың. Сол ойнап жатқан кезде мен саған әртүрлі командаларды берем. Тағы бір нәрсе қосатын болам. Сен сразу же соны естіп қоса бер, иә? На ходу команда естіген сайын, мысалы, бір нәрсе көрсете бересің. Жалпы ойна, сен мысалы паркте тұрсың уже. Иә? Қайда жүр екен? Бір сағат, 2 сағат өтті. 2 сағат. Уже сен шаршап тұрсың. Тінен шығып тұр.
Кеттік суықтан қалып кеттік. Тұрсын, қарап қой жаңа. Жеңілтін бар, аяқтан өтіп жатыр. Сол кезде сен ит қауып ал. Ит қауып ал, қапты әшін. Селт етіп қой. Ұрды ғой, тістеген жоқ. Сөйледі әшін саған. Саған сұрады. Сөйледі маған. Селт етіп алып. Жаурап тұрсын, күтпеген жерден сен ит қауып алды да. Үрді да, соны саған. Давай, жаурап алсын. Аяқ астынан ит үрді. Ой, кетей! Кет! Мә, шай ал. Мә, қызым. Шайды іш. Шай дыбысы қалай шығады? Пш емес, енді мақыл газировка емес қой, иә? Бүл мысалы. Иә, мен де алайын, иә, шайдан. Үші? Енді? ішіп жатқан кезде қолыңнан тайып кетті, үстіңе құлап төгіп алдым. Сол кезде күйіп қалады ғой дене, иә? Сол кезде қалай ашиды, қалай ауырады, соны көрсетші ма? Соны көрсетпеші бізге. Бой ауырады қатты. Иә, енді көрсету керексің сен соны. Или давай, мен саған лимон берем. Мә, лимон ал. Иә, лимонның жартысы. Соны жеш. Қош спокойно жейсің ба, не солай? Лимон қандай екенін білесің ба? Ащы болады. Ащы болады, иә? Көрсетші сол ащы екен. Ащы лимон жеп отқаныңды тіліңмен кәдімгідей сезініп өзің көрсетші. Қалай? Сен үйде мамаңа көмектесіп пияз тұра болсын. Давай, тұра. Пияз тұра. Отыр. Тұра болсын. Көзін ашып отыр. Қолмен ұстама. Көзін ашып одан бетер. Көзін ашып отыр, тұра болсын. Кейін қолыңды кесіп ал. Пышақпен. Кесіп ал. Қан шықты. Қан шығып отыр. Қанды көріп, қорқып атсын. Сол кезде мамаң кеп қалды да, мамаңды қорқытпау үшін сен қолыңда жасып қой. Не болды деп сұрайды? Еш нәрсе болмады. Болмады. Өйткені маманы ойындатпаймыз, Енді дәл сол кезде артқара жүріп бараттың да, шеге басып кеттің, аяға кіріп кетті. Шеге басып кеттің, аяға кіріп кетті. Қолың қанап отыр. Аяғың шеге басып кеттің. Енді қазір сен камераға қарап, өз кешіне, жалпы отбасына, сауларына, мен қанша жердің отбасында неше адам бар екен, соларға сәлемді жолдап, тілегіңді айтып, қоштасыңыздан болады көргендеріміз. Отбасым атын айтып, қоштасайын ба? Как хочешь, өз қалау. Мама, папа, сіздер өте жақсы адамсыздар. Әпкем, ағам, жо алда адам болып кетесіздер, біз сіздерге сенеміз. Тағы не айтуға болады? Біз сіздер жақсы көрем. Мен ең алдымен әке-шешеме алғыс айтқым келеді. Осындай күнге жеткізіп, осындай тәрбие беріп, мен осындай өнер жолына барамын деген рұқсатын беріп, жалпы менің мысалы мақсатыма баруыма тілектес болды. Және де мысалы мектепте менің мұғалімдерім осы жол менен өнер шығатын біліп, осы жол таңда деп маған нұсқаулық көрсетіп, көптеген мысалы КВН мектепте болатын, сондайларға қатыстырып, жақсы ашып, сондайларды дамытты. Мен сол үшін әке-шешеме, мұғалімдеріме, достарыма алғысым айтамын. Отбасым сәлем. Мен ютубқа киноға түсіп жатырмын. Мен отбасымны жақсы көремін. Отбасыма сәлем жолдаймын. Құрметті көрермендер, егерде сізде
өз балаңызды дәл осылай біздің бағдарламада көріп білгіңіз келсе, төменде тұрған нөмірге жазылып, біздің Жұлдыздар академиямызға келіп, өз балаңызды сынап көріңіздер. Ал сіздермен бірге болған мен Динара Нұрбабаева және де жастар бағдарламасы. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.